Электромобильдерді біз күнделікті жолда жиі кездестіретін болдық. Жаңадан шығып жатқан көліктердің кем дегенде 10% электромобильдерден тұрады. Ал болашақта олардың өндірісі одан да көп болады. Электромобильдер көлік түтіні мен ауаны ластамағандықтан, газбен жүретін машиналарға қарағанда экологияға зақым келтірмейді деген пікір бар. Расында да солай ма? Бірге анықтап көрейік. Электромобиль сырттан қарапайым көлікке ұқсайды. Бірақ оның астында көлікті жүргізетін күрделі химиялық өңдеуге ұшыраған материалдардан тұратын 900 килограммдық аккумулятор блогы бар. Бұл аккумуляторды жасау үшін кобальт, никель, литий, марганец, алюминийді қолданады. Аккумуляторлар құрамы бойынша әртүрлі болуы мүмкін, бірақ негізінен осы материалдардан тұрады. Бұл табиғи ресурстар әлемнің әр түпкірінен табылып өндіріледі. Олардың өндірісі жергілікті халықтың тұрмысына, құқығына және денсаулығына әсер тигізеді. Мысалы, оңтүстік Африкада марганец өндірісінде жұмыс істейтіндердің денсаулығы күрт нашарлады. Шахта жұмысшыларында есте сақтау қабілеті нашарлап, түсініксіз міңгірлеп сөйлеу және басқа да ұсақ минерал шамымен дем алу салдарынан физикалық ауытқулар байқалды. Сондай-ақ, кобальт өндірісі халықтың арасында сұрақтар тудырды. Кобальт негізінен Конгода табылады, бірақ Конгода кобальт өте нашар жағдайда өндіріледі. Өндірісте жұмыс істейтіндердің қауіпсіздік ережелері сақтамағандықтан, жұмыс орнында ауыр жарақаттанып, тіпті қаза тапқандар көп. Сонымен қоса қызметкерлерде химиялық ластану кесірінен тыныс алу проблемалары пайда болады. Зиян материалдардан көздері қызарып, көру қабілеті де нашарлады. Айта кететін жайт, адамның құқығын қорғау бойынша халықаралық ұйымдар бұл жағдайға өз назарын аударған. Нәтижесінде бірқатар ірі компаниялар кобальт қолданысын қысқартты. Мысалға, Tesla ендігі электромобиль өндірісінде кобальтты қолданбайтыны туралы жариялады. Ал ауа ластануына электромобильдер қандай әсер тигізеді екен? Электромобильдерде көлік түтіні сияқты шығарынды болмайды. Дегенмен, электромобильдерді зарядтау үшін пайдаланатын электр энергиясын өндіру кезінде шығарындылар болады. Кейбір зерттеулер көрсеткендей, әдеттегі электромобиль өндірісі жанармай көлігінің өндірісіне қарағанда ауа тазалығына көбірек зиян әкелуі мүмкін. Бұл электромобиль аккумуляторын өндіруге қажетті қосымша энергияға байланысты туындаған пікір. Бірақ 2020 жылы Аргона ұлттық зертханасының зерттеушілері 300 мильдік қашықтықтағы бар электромобиль мен жанармай көлігі шығарындыларын салыстырды. Қорытындылар бойынша электромобильдердің өндірісінен бастап, қызметтің соңына дейін парниктік газ шығарындылары жоғары болғанымен, жанармаймен жүретін көліктердің шығарындыларына қарағанда әлдеқайда төмен болып шықты. Электромобильді өндіру кезінде шығарындының 18% аккумулятор жасағаннан пайда болады. Көліктің қалған бөлшектерін өндіру кезіндегі шығарынды 17%-ді құрайды. Бұл газбен жүретін көліктерге қарағанда көптеу. Ал қалған 65%-ді электр энергияны ресурстың табу барысында болған шығарындылар құрайды. Сонда бұл есептеулерге сенсек, қолданыс кезінде электромобильден ауаны ластайтын шығарындары болмайды. Ал газ, бензин арқылы жүретін көліктердің 75% шығарындысы негізінен көліктің қолданыс кезінде пайда болды екен. Мұндай көрсеткіштерден кейін электромобиль экологиялық тұрғыдан таза көлік екенін білуге болады. Бұған қоса айтылып кеткен кобальт өндіріс мәселесін ескере отырып, аккумулятор өндірушілері кобальт пен никельді марганец, темір сияқты материалдармен ауыстырғысы келеді. Бұл материалдар кең таралған және арзан, адам денсаулығы үшін қауіпсіз және ұлы емес. Сонымен қатар электромобиль аккумуляторын қайта өндіруге болатынын ұмытпаған жөн. ақш қазір аккумуляторлардың 5%-ын қайта өндіре алады. Бірнеше онжылдықтан кейін электромобиль аккумуляторларының көбісі қайта жиналып өндірілетін болады. Бұл дегеніміз, болашақта электромобиль аккумуляторлары үшін пайдалы қазбаларға қажеттілігі азаяды. Электромобильді зарядтаудың өзі ыңғайлы әлі экологиялық тұрғыдан тиімді десек болады. Себебі оларды зарядтау үшін қалаға жеткізіліп тұратын электр қуатын қолдануға болады. Ал келешекте электромобиль иесі өз үйінде күн панельдерін орнатып, өз көлігінің аккумуляторын зарядтай алатын жағдайға жетуіміз мүмкін. Ал жанармай арқылы жүретін автокөліктерде бұндай мүмкіндік жоқ. Бұндай көліктердің жүріп тұруы үшін жанармай керек. Ал ол үшін көлік иесі жанармай бекетіне бару керек. Бекеттегі жанармайдың өзі күрделі тасымалдаудан кейін ғана қолданысқа беріледі. Электромобильдер кеше ғана жаңалық болып шыққан еді. Бірақ қазір күн сайын оларды көшеде кездестіруге болады. Электромобиль қолданушылары өсіп жатыр. 2040 жылға дейін электромобиль сатылымы газбен жүретін машиналар сатылымынан озып кетеді деп болжайды. Ал онымен бірге көлік шығарындылары айтарлықтай қысқарады. Сондықтан электромобиль 100% экологиялық өнім болмағанымен, экологияны, дәлірек айтсақ, ауа ластанудан қорғауға көмектеседі.